Сәлем. Біздің тарихымызда еш қашан ұмытылмайтын қайғы мен қаһармандық қатар жүрген бір кезең бар. Бұл Ұлы Отан соғысы. Бүгін біз дәл осы соғыста ерен ерлігімен тарихта қалған аты аңызға айналған біздің қазақстандық батырларымыз туралы сөйлесетін боламыз. Олардың ұмытылмас ерліктерін еске алып, рухтарына тағзым етейік. Мына санға бір қараңыздаршы. 1.378.000. Бұл, білесіз бе, жай ғана статистика емес. Бұл Қазақстаннан қан майданға аттанған әрбір әке, әрбір аға, әрбір ұл. Сол кездегі халқымыздың санымен салыштырсақ, бұл дегеніміз әрбір отбасы, әрбір шаңырақ соғыстың зардабын тартты деген сөз. Ал мынау ше, 500-ден астам. Міне осы 500-ден астам қазақстандық жауынгер ең жоғары атаққа, Кеңес одағының батыры деген марапатқа ие болды. Бұл дегеніміз майданға аттанған әрбір батырының қайсарлығы мен ер жүрек дегенің айқын дәлелі. Нағыз тарихта алтын әріппен жазылатын ерлік. Сонымен бүгін біз не туралы сөйлесіміз? Алдымен соғысқа қосқан жалпы үлесімізге тоқталамыз. Сосын ер жүрек қазақ қыздарымыз Алия мен Мәншүкті еске аламыз. Одан кейін аспанның батыр қырандары туралы айтамыз. Әрине, Рейхстагқа тегілген тудың тарихы шындығында ашып, сонында осының бәрі біз үшін, яғни бүгінгі ұрпақ үшін қандай маңызға ие екенін талқылаймыз. Кеттік. Бірінші бөлімге көшейік. Ұлы соғысқа қосқан үлес. Бұл соғыс қазақ халқы үшін расымен де үлкен қасірет, бірақ сонымен бірге адам нанғысыз қайсарлықтың да кезеңі болды. Елестетіп көріңізші, Мәскеуді қорғаудан бастап Берлинді алуға дейінгі барлық ірі шайқастарда біздің жаугерлер болды. Олар Сталинградтағы Бетбұрысқа, Курск доғасындағы тарихтағы ең ірі танк шайқасына да қатысты. Яғни біздің аталарымыз жеңістің әрбір қадамын өз қанымен, өз жанымен жақындатты. Енді соғыстың бет бейнесін өзгерткен, қазақтың атын бүкіл әлемге танытқан екі батыр қызымыз туралы айтайық. Бұл аты аңызға айналған Алия мен Мәншүк. Алия Молдағұлова, қазақтың мерген қызы. Ойлап көріңізші, небәрі 18 жастағы қыз майданға өз еркімен аттанады. Оның көзінің өткірлігі сонша, жаулар оған көрінбейтін ажал деген лақап берген екен. Қандай батылдық, Ал оның соңғы ерлігі бұл нағыз киноның өзі. Шешуші шайқаста командирлердің бары оққа шыққанда, осы жас қыз Алия қорыққан жоқ. Қайта қолына автоматталып, бауырлар алға деп ұрандап, бүкіл батальонды өзі бастап шабуылға шығады. Сол шайқаста біздікілер жеңіске жетті, бірақ біз Алиядан айырылып қалдық. Енді Мәншүк Мәметоваға келейік. Ол қазақ қыздарының ішінде ең бірінші болып Кеңес одағының батыры атанған тұлға. Ол соғысқа барғысы келетінін айтып, талай табалдырықты тоздырған. Алдымен штабта, сосын медбике болып қызмет етіп, ақыры дегеніне жетіп, қолына Максим пулеметін алып, алғы шепке шықты. Оның соңғы шайқасын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Елестетіңіз, басына оқ тиіп, ауыр жараланса да, Мәншүк пулеметіні тастамаған. Жалғыз өзі жаудың бірнеше шабуылын тоқтатып, 70-тен астам солдатын жер жастандырған. Соңғы демі шыққанша пулеметтің шүрпесінен қолын босатпаған. Жердегі шайқастардан енді аспанға көтерілейікші. Өйткені ол жақта да біздің батыр қырандарымыз жаудың зиярасын ұшырып жатты. Сөз Талғат Бегелдинов пен Нұркен Әбдиров туралы болмақ. Талғат Бегелдинов бұл есімді естімеген қазақ кемде-кем шығар. Ол 2 мәрте Кеңес одағының батыры атанған жалғыз қазақ. Оның әйгілі Ил-2 ұшағы, яғни ұшатын танк, аспанда көрінгенде жаудың есі шығатын. Көз алдыңызға келтіріңізші. 305 рет әуе шабуылы. Бұл дегеніңіз 305 рет өлім мен бетпе-бет келу деген сөз. Ол жаудың сансыз көп техникасын, бекіністерін, әскерін жойды. Сондықтан да 1945 жылы Мәскеуде өткен ұлы жеңіс парадына қатысуы бұл оның ерен ерлігіне берілген ең үлкен баға. Ал енді Қарағандының түлегі Сталинград шайқасының қаһарманы Нұркен Әбдиров. Оның ғұмыры қысқа болса да, ерлігі мәңгілік. Ол өз өмірін отан үшін құрбан еткен нағыз батыр. Оның соңғы 17-ші ұшуы. Бұл нағыз драма. Біріншіден, оның ұшағына оқ тиіп лаулап жана бастайды. Екіншіден, ол қасындағы серігіне секір деп бұйрық береді, бірақ ол бас тартады. Нағыз достық, Ал үшіншіден, Нұркен ең соңғы, ең батыл шешімді қабылдайды. Ол отқа оранған ұшағын тізгіндеп, түйменде тұрған жау танктеріне қарай бағыттайды.
Бұл отты таран деп аталады. Ал енді соғыстың ең шарықтау шегіне, жеңістің символына айналған оқиғаға келейік. Бұл Рейхстагқа туғытығу. Бірақ осы оқиғаның артында ондаған жылдар бойы айтылмай келген, типті бұрмаланған бір үлкен шындық жатыр. Қараңыздаршы, сол жаққа кеңестік ресми тарих тұр. Олар бізге Жеңістон, Егоров пен Кантаре тікті деп үйретті. Ал оң жақта тарихи шындық. Шын мәнінде Рейхстагқа ең бірінші болып ту тіккендер біздің Рақымжан Қошқарбаев пен оның қарулас серігі Григорий Булатов. Бұл факт. Олардың ерлігін түсіну үшін мынаны елестетіңіз. 360 метр ашық алаң, футбол алаңынан да ұзын. Ал осы алаңды жаудың пулеметтері мен снайперлері тоқтаусыз атқылап тұр. Міне осы ажал алаңын Рақымжан мен Григорий 7 сағат бойы еңбектеп өтіп, Рейхстагқа бірінші болып жеткен. 7 сағат. Ал егер күмәніңіз болса, міне басты дәлел. Бұл ойдан шығарылған әңгіме емес. Бұл 1945 жылы 3 мамырда, яғни оқиғадан небары 3 күн өткен соң шыққан әскери газет. Онда қарамен жазылып тұр. Ер жүректердің есімін есте сақтайық. Лейтенант Рақымжан Қошқарбаев, қызыл әскер Григорий Булатов. Отан олардың ерлігін ешқашан ұмытпайды. Міне, нағыз тарих осы. Жақсы, біз көптеген ерліктерді еске алдық. Бірақ осының бәрі біз үшін не білдіреді? Бүгінгі ұрпаққа батырлар қандай аманат қалдырды? Соңғы бөлімде осы туралы ойланайық. Осы сұрақ төңірегінде ойланғанда бірден ойға кім келеді? Әрине, халық қаһарманы Бауыржан Момышұлы. Ол тек батыр қолбасшы ғана емес, сонымен бірге данышпан стратег, отты сөзді жазушы. Ол бізге қарумен ғана емес, қаламымен де өшпес мұра қалдырды. Бауыржан Момышұлының әскери тактикадағы жаңашылдығын қараңыз. Оның екемді қорғаныс немесе спираль деп аталатын тактикалары әлі күнге дейін бүкіл әлемнің әскери академияларында оқытылады. Ал оның ерлігін сипаттайтын Александр Бектің «Волоколам тас жолы» кітабы көптеген халықтар үшін ерліктің энциклопедиясына айналды. Сонымен не айтқым келеді? Осы батырлардың әрқайсысының ерлігі бұл жай ғана тарих емес. Бұл бүгінгі біз үшін, жас ұрпақ үшін отанды қалай сүю керектігінің нақты мысалы. Олардың рухы, олардың қайсарлығы біздің мәңгілік ел идеямыздың іргетасы. Батырлар өз борышын орындап кетті. Олар бізге ең басты құндылықты, бейбітшілік пен тәуелсіздікті аманаттады. Ал енді ең маңызды сұрақ, біз бүгінгі ұрпақ сол аманатқа қаншалықты лайықпыз? Осы сұрақты өзімізге қойып көрейікші.